Сәлеметсіздер ме балалар? Сәлеметсіз, апай. Бүгінгі көңіл күйлері қандай? Жақсы. Балалар, білесіңдер ме, мынау не екенін білесіңдер ме? Су. Біз суды күнделікті өмірде пайдаланады екенбіз, иә? Су біздің өміріміздің тіршілік көзі екен, иә? Біз сусыз өмір сүре аламыз ба? Өмір сүре алмайды екенбіз, иә? Су ішпесек біз өмір сүре алмайды екенбіз, шөлдейміз, иә? Сендер алдарында су тұр, иә? Судың түсі қандай болып тұр? Мөлдір. Судың түсі бола ма, балалар? Түсі болмайды екен, иә? Жарайсыңдар. Енді мен сендердің алдарыңа саған осындай бояу бердім, саған осындай көкқұманы бердім, шуаққа құмшекерді бердім, Айсұлтанға тұзды бердім. Енді соны суға салып эксперимент жасап көрейік, қалай болады екен, иә? Ал алдымен Шауқатым, сен сала қойшы кәдімгі. Я сала ғой. Я. Судың түсі өзгерді ма? Қандай түске айналды? Көк түске айналды, жарайсың. Ал Айсұлтан, сен сала қойшы енді. Сөйтіп салып араластыра қой, жаймен екі қолымен ұстай ғой, суды ұстай ғой. Енді араластырамыз. Болды, қоя ғой. Қоя сал. Сен араластыра ғой. Араластырып тез-тез. Енді ішіп көреміз ба? Дәмі қандай болды екен? Айтайық, иә? Дәмі қандай болды? Ащы болды, иә? Ал шуақ сен салып көре қойшы енді. Ұстамаймыз. Енді ішіп көре ғой, иә? Ішіп көре ғой. Дәмі қандай болды? Дәмі қандай болды, шуақ? Күшті болды ма? Дәмі қандай екен енді? Ащы ма екен, тәтті ме екен? Тәтті болды, иә? Ал енді Нұргелді сен салып көре қойшы. Иә, араластыра қой. Түсі өзгерді ма суыңның? Түсі қандай болды? Сары, қызғылт сары болды ма? Жарайсыңдар. Әне, бізге судың барлық нәрсеге қажет екенін білдіңдер, иә? Ал не екенін білесің бе боласың? Мұз. Ал біз суды тоңазытқышқа салсақ, осындай бізге мұз болып айналады екен, иә? Ал егер қайтадан мұзды суға салсақ, не болады екен, білесің ме? Еріп, қайтадан не болады екен? Су болады екен, жарайсыңдар балалар. Сонымен балалар, бізге су деген өмірде керек пе екен? Өмірімізде бізге судың көмегі көп екен, иә? Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі біздің зерттеу жұмысымыз сендерге ұнады ма? Жарайсыңдар. Көп рахмет сендерге, жарайсыңдар.